Кайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен қуырдақтың рецептімен бөлісемін. Қазан кебап сияқты болып шығады. Өте дәмді. Бізге ол үшін 1 килограмм 200 граммдай қой еті керек. Осылайынан біркелкі етіп турап аламыз бәрін. Мінекей турап алдық. Енді маринаттаймыз. 1 чайный ложка көлемінде тұз қосамыз. Қызыл және қара бұрыш қосамыз. Оливковый масло қосамыз және соя соусын қосамыз. Түсін береді, әдемі етіп еттің жарты сағатқа маринаттап қоямыз. Міне біздің етіміз жарты сағат маринатталды. Қазанымызды отқа қойып, май құйып, қыздырып, етімізді салып, жақсылап жарты сағаттай бұқтырамыз. Қатты емес отта. Арасында 1-2 рет араластырып тұрамыз. Мінекей, бізде отымыз сәл қатты деген, тағы да сәл баяулатып бұқтырамыз. Ол үшін бірінші жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, иісі шыға бастады. Өте керемет иісі. Тағы да бір 10 минутқа бұқтырып қоямыз, 10-15 минутқа. Мінекей, осылайынан суы тартылдау деген кезде кішкене ашып қойып, пияз, сәбіз, чесногымызды турап бастаймыз. Менде 2 штук пиязды жақсылап тураймыз. 2-3 бас чеснокты тураймыз. Міне біздің қазанымызда барынша суы тартылғандай болды. Енді пияз бен чесногымызды салып, жақсылап араластырып, тағы да қуыруды жалғастырамыз.
1-2 сәбізімізді тураймыз. Сіздер өздеріңізге ұнайтындай көлемде турасаңыздар болады. Мінекей бізде уже пиязымыз сарғайып қуырылып жатыр. Сәбізімізді салып, тағы да бір 5-10 минутқа баяу отқа қойсақ болады, етімізді толығымен жұмсарту үшін. Келесі кезекте бізде картоп. Менде картоп 1 килограмм көлемінде. Осындай етіп турап аламын. Және де жақсылап қуырылған етіміздің үстіне саламын. Тұз, бұрышты өздеріңіздің ұнағанша қоссаңыздар болады. Мен бастапқыда маринадқа қосқандықтан онша көп қоспадым. Маған қуырдақтың сулы болғаны ұнайды. Сол себепті мен 100-150 мл көлемінде стакан толтырмай су құйып, жарты сағатқа баяу отқа бұқтырып қоямын. Баяу болғанда мүлдем баяулатпаймыз. Орташадан сәл төмен отта пісіреміз, бұқтырамыз. Осылайынан жақсылап бір араластырып, тағы да бір 5 минутқа бұқтырып қазанды өшірсек болады. Осымен біздің қуырдағымыз дайын. Мінекей вилкамен көріп жатырмын. Бәрі жұмсақ. Иісі енді өте күшті болып шығып тұр. Осылайынан тарелкаларға салып, бетіне өздеріңізге ұнайтындай петрушка, пияз қосып берсеңіздер болады. Ас болсын, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Каналға жазылып, лайк басуды, бөлісуді ұмытпаңыздар.